Енді біздің волейболда ақшам болмаса, бір керемет жетістікке жете алмайсыз. Жаңа жылдан кейін саған стабильно 1-2 ай зарплата берілмейді. Пока тендер өтеді, жылдың басы документация өзгереді, сөйтеді. Мұнда да дәл солай. Себебі мен айтайын, Ару Астана командасы алдағы уақытта чемпион болатынына мен айтсам сенімдімін. Потом уже детская лига, там высшая лига деп келе жатқан жоқ, например, жаңа бойы ұзын болса, уже параметрлар болса, сразу Техникасын қойып береміз. Техникасын қойып береміз деп национальный лига. Все, кеттік. Ассалаумағалейкум достар, волейбол сүйер қауым Inside Volleyball KZ YouTube арнасында жаңа шығарылым. Бізде бүгін өте керемет әдемі подкаст, өйткені біздің қонақта Ару Астана волейбол клубының ойыншылары. Ендеше біздің арулармен таныс болайық. Команда капитаны Гүлназ Өмірбекова. Не либера, не нападающий, әйтеуір өз орнын тапты деп айтайықшы. Мөлдір Каримова. Және де жас болса да талантты болашақ блогер Фарида Мәулен. Бәріне сәлем. Қыздар, рахмет, қош келдіңдер. Жалпы дайындықты жаңа маусымға бастап кеттіңдер ме? Иә, біз бастаудамыз. Біз осы айдың басынан бастап, әркім өзі индивидуально тренажерный залға барып, тренировка жасау үстінде. Енді айдың ортасынан оннан кейін ала жаса, тренировкамызды бүкіл командамен жиналып бастаймыз. Оны фитнеске барған Фарида бір өтексері ме? Селфи жасайсыңдар ма? Инстаграмға қоясыңдар ма? Әлде общий чатқа жібере саласыңдар ма? Жоқ, бізде Бақтыгүл Ильясовна деген бізде либера болды бұрынғы. Бақа бізде қазір ол тренер болады бұйырса. Соған жіберіп отырамыз бәріміз барғанымызда, фото, видео солай жіберіп отырамыз. Фарида, сен не істеп жүрсің қазір? Мен ба? Сезонға дайындалып жатырмын. Қай жерде дайындалып отырсың? Мен баланс деген жерде, растяжка мен более басымды дайындап жатырмын, физически дайынсың, ментально дайын болу керек. Ментально дайын болу. Бұрынғы травмаң бәрі жақсы ғой, болды ғой. Шүкір жақсы. Болды. Бір маусым ойнамадың, сол кезде? Бір маусым ойнамадым. Ендеше биыл енді Ару Астана командасы қайтадан ұлттық лигаға қайтып келді. Осы фактке қуаныштысыңдар ма? Өйткені былтыр Вышка жоғарғы лигада өте керемет ойындар болды, финалда ұтылып қалдыңдар. Енді сол Вышка туралы бөлек айтатын боламыз. Ұлттық лига биыл өте қызықты маусым күтудеміз. Иә, өте қатты дайындалдық. Осыған бұрынғы сезонды осыған арнап дайындадық қой, получается. Біз уже бір жыл дайындалып жатырмық нацлигаға. Өткен жылдан бастап дайындалып жатырмық. Өткенімізге қатты қуаныштымыз әрине. Біз Вышканда ұтып, біз өзімізге дәлелдедік та, біз нацкаға дайынбыз негізінде. Атыма бізді қалай кетірді бізге? Вообще, Вышкаға түскен кезде бізге айтты, 2 күн қалғанда, 4 күн қалғанда жолға шығамызды. Сендер высшая лигадасыңдар, болдыңдар. Ол кезде сендер ұлттық лигаға дайындалдыңдар. Иә, біз уже бірақ ұлттық лигада боламыз деп дайындалып, тренировка прям оны не деп түсіндірді? Ақшаның жоқтығынан, әлде команданың құрамына қарап, бізде ұлттық лигаға бармай қойып, нацлигада, және Вышкада жүре берейік. Оның алдыңғы жылы деді, ақырғы орын алған үшін деп маған сөйтіп түсіндірді. Бірақ шақырған кезде сендер националкада боласыңдар деп айтты да, уже келген кезде 4 күн қалғанда сендер Вышкада боласыңдар. Фарида, сен Ару Астанамен, Ертіс командасымен ойнадың ұлттық лигада. Мөлдір жалмасам Алтай сапында енді ойнаған дегенен былай Марко Гришич кезінде болды ғой ол? Әлде оның алдында болды ма? Оның алдында да болды. Ол кезде бірақ Алтай 2 дубль дегендер. Ал Гүлназ, сен ойнадың ба ұлттық лигада? Ұлттық лигада. Бұрын ойнадың, е? 3-4 жыл бұрын? 3-4 жыл бұрын ойнадым, тоже Алтайда, потом уже Ару Астанамен 1 жыл ойнадым. Енді дайынсыңдар ма? Енді Вышкада түсінікті көптеген командалар енді әлсіз қыздар, кішкентай қыздар, енді волейболды профессионалды тұрғыда ойнап жатқан. Ал енді ұлттық лигада Жетісуым бар, Тұран, Қуаныш, Берел. Енді біздің телеграм арналардан көріп жатқан шығарсыздар, көптеген клубтар өте мықты ойыншыларды алды, бірақ Ару Астанада әлі легионер жоқ. Жалпы легионер бола ма, болмай ма, әлде былтырғы маусымдағы құрам биыл да бола ма костяк ретінде? Костяк ретінде сондай құрама қалады, бірақ та біздің настрой өте, қалай айтсам болады, мықты спортсмендер де боевой дейікші, бәрі түсінеді. Сол себептен қатты дайындалып жатырмық. Енді жанкүйерлер неге Ару Астана қайтадан алды?
қайтадан бұл команда барлығына 3-0 3-1 ұтылып бірде бір жеңіске жетпейді. Енді көріп отыр ғой қазір Ақтөбе кімді алып жатыр, иә? Мысалға жаңа маусымдағы Грация Таиландтан 2 қызды алды, Демьянованың бар, жаңа кім бар тағы, Зарина Ситхазинова барды, керемет құрам жиналып жатыр. Енді сіздерге қарасақ, енді тек қана 2 ғана қазір трансферді жария еттіңіздер. Бұл либеро Анель Мухамедиярова және Райна Дүйсенбаева пас беруші. Легионер болмайды мен түсінгенім бойынша. Мөлдір. Онысын белгісіз, мүмкін болады да шығар. Чатта енді білесіздер қанша бізге де бүкіл информацияны ешкім айтпайды ғой. Вот ертең келеді, мынау келеді. Бізге қалай түсіндіреді? Сендер тренировка жасай бастай бересіңдер, ақырын просмотр ойыншыға көруге келе береді. Жалпы біздің регламентті қарасақ, біз қысқа дейін қоса беруге болады ойыншылар. Бір жағынан сонысы жақсы, сонысы жаман, иә? Мысалға біреу енді жарақат алып қалса, оны алмастыра салады, немесе жаңағы басқа клубтар секілді 3-4 турдан кейін біреуді қосып күшейіп кетеді мысалға. Өздерін қандай мақсат қойып отырсыңдар, өздерін енді бұл нәрсе түсініп отырсың ғой, команданың әл-ауқаты осындай, көбінесе біздің қазақтың қыздары ойнайды, біздің шамамыз енді үштікке ену деген нереально болып тұр ғой енді қазір. Өзіне сөйлесесің ғой, сен отчет бересің өзіне. Мына маусымда мен немесе командам жақсы ойын көрсетуіміз керек, 8-дік өтеміз, немесе тек қана волейболшы ретінде даму өсімі. Жоқ, біз командамен жақсы негізі дайындалып жатырмыз. Жас қыздар, қара көздер бізде негізі. Негізгі ойым біз енді шестеркаға кіреміз деген ойым. Менің ойым негізі сондай. Болады дейсің ғой, иә? Болады, иә, бұйырса. Алла бұйырса негізі. Соған жетесіздер. Фарида, Астана командасы, сіздің командаңыз ұлттық лигада болған кезде, есіңізде ғой, ұтылыс, психологиялық тұрғыдан енді жанкүйерлер де айтады, басқа да волейболшы қыздар да сендерге қарайды ғой, мына команданы екінші составпен 3-0 есебімен ұтамыз. Бір заланбайсыңдар ма өздері іштеріне? Командамен сөйлесесіңдер ме, не дейсіздер сол кезде? Заланасың, қыздарға айтасың. Характермен ойнайық деп, намыспен ойнайық деп айтасың, бұлай болмайды деп. Әрине, жеңіле берген жақсы емес қой, несі жақсы жерде. Мен өзім содан көтерілдім деп ойлаймын сол сезонда. Потому что бір сезон ойнағанда мен уровенім енді өсіп кетті. Бір 3-4 жылдың опыты кетті десем де болады. Сол характермен. Енді бапкер не дейді ол қыздар жақсы. Мейірбек қалады ғой, бапкер ретінде? Белгісіз ба? Басқа біреу келуі мүмкін ба? Міне керемет жаңалық, иә. Біз үшін әрине инсайт. Айтпақшы, құрметті көрермендер, біздің YouTube арнаға жазылыңыздар, міндетті түрде пікір қалдыңыздар. Бізде одан бөлек Instagram аккаунт бар, Telegram аккаунт, барлығына осы видеоның астында сілтемесі бар, міндетті түрде кіріп жазылыңыздар. Қыздар, высшая лига, жоғарғы лига 2-ші орын алдыңдар. Астанада Сана спорт комплексінде керемет волейбол күндері өтті, той болды, бірақ өкінішке орай 2-0 есебімен ұтып тұрып, өкінішке орай Грация KZ командасын ұтылдыңдар. Жалпы мен қызықты бір ақпарат айтайын, бір 3-ші ме 4-ші турда сендер ойнадыңдар. Дәл осындай бір жағдай орын алған, өйткені мен интернеттен кіріп қараған кезде Ару Астана 2-1 есебімен алды да, 21-ді, то ли 13, то ли 14, то ли 15, әйтеуір +6, +5 4-ші партияда. Уральскта ғой? Оралда ма? Содан кейін ойнайын кіріп қайтан қарасам, мен эфирге кіріп кеттім де, 3-2 Орал ұтып кетті. Грация ұтып кетті. Осы жылы плей-оффтың алдында болды. Финалда да 2-0 кезінде енді біз тұрдық, қарадық. Көбісі қазір Грация жеңеді 2-0 кезінде Ару Астана чемпион болады дегендерген өзіне көп сенбеді. Не болып қалды сол кезде 2-0 ұтып тұрып ұтылып қалдыңдар? Не болып қалды? Анализ жасадыңдар ма? Кім нашар ойнады? Кім ойынды берді деп та? Бізге сыгырность жетпеді. Қалай сонда бүкіл маусым бойы? Жоқ, бізде пас беруші бір апта бұрын келетін ойындардың алдында. И все равно ол кісі пас берушіден много, что пол команды ғой, ол бас связка деген команданың 90% сол қалай пас береді, миы береді, сол қалай пас береді, солай ойын жүреді. Біз ойынның үстінде наигрывались. Ойынның үстінде ғана бір-бірімізді сезе бастадық. Тренировка жасаған жоқ, иә? Аз-ақ уақыт жасадық, бірақ командада 2 связующий ма? Біреу былай келіп отса, екіншісі кім болды? Адема болды. Адема Серік деген ойыншы болды, иә. Оны да шығарды. Оны шығарды. Адема Серік қазір ұлттық құраманың U18 или U20-ның несі ғой, связующий? Жоқ. Жас қыз, ол емес па? Ол емес.
все равно Фарида деген опытный игрокқа тапсырды оны. Әдемі әлі жас болғаннан кейін қалай айтсам болады, мүмкіндікті больше Фаридаға берілді. Тренировка жасалса да Фарида ойнап шықты басында бүкіл 90% ойынды. Сол сыгырны шетпеді деп ойлаймын. 2-0 кезінде мөлдір мен чемпионмын деген бір ой болды ма әлде? Жоқ, шын болды, ішінде мынандай болды, бір мастак, все болды, қазір последний партия, бір 15 бір где-то қанша жетсе 10 минут шыдасам болды, жақсы болды, тамыз болды, алтынды бүйтіп тұрған кезде. Ал Гүлназ 2-2 болған кезде 5-ші партия қандай ойлар келді? Біттік пе, әлде мүмкіндік бар ма? Кішкене қобалжу болды негізі, но бірақ все равно мен ойладым уже ұтамыз деп. Сенімділік прям жақсы болды бізде негізі. Еще қыздар бізде прям команда такая была, бір-бірімізге күшті болды, көмек прям даже сөзсіз де біз бір-бірімізге жақсы коллектив жиналды ғой. Коллектив жақсы болды бізде, өте жақсы болды. Бізде де және плей-оффқа дайындық жақсы болды. Бір ай бұрын бізбен статисттар болды, физподготовщик, массажист қосылды, және де сборныйдың тренері бізге көмек берді. Оны да көрдік. Бізде дайындық өте қатты болды. Персонально келіп көмектесті ғой сіздерге. Андай моменттер болды, приемда кім қалай, кім көп жерді алады, подачаны қай жерден бүйтіп тактика бойынша көп жақсы білемек болды. Ұнады ма? Өте қатты жақсы біледі. Аз уақыттың ішінде көп информация алдық. Жеткілікті. Бір ай емес, сол 2 аптаның ішінде білмейтін, неше жыл ойнадық, біз соны білмейтін нелерді. Негізі осы жерде айта кететін, егер бүкіл осындай жағдай сіздерде бірінші турда, екінші турдың алдында, үшінші, төртінші турдың алдында болса, меніңше сіздер міндетті түрде чемпион болушы едіңдер. Әрине. Ару Астананың жалғыз соңғы жылдар ұлттық лигасында ойнап жатқан команда ретінде жанкүйерлер неге біздің Астанада жақсы бір команда шықпайды деген көптеген хейт жазады. Маған жекеге жазады, жаңағы командалар списогіне жазады, сіздерге де жазатын шығар. Не обидно? Вообще қалай, неге біздің Астанада бір ақшасы аз. Жоқ, енді ақшасы бір 300 демей қойық енді, хотя бы бір 200 миллион бюджеті бар, клуб жоқ. Қалай ойлайсыздар жалпы? Қалай ойлайсыңдар? Спонсор шығар, не знаю. Оны енді жұмыс жасау керек қой, спонсорды тарту, онымен жасау, сендердің деңгейіңді өсірту, өйткені енді сіздер білесіздер ғой, жалпы бір тренинг жасай берсең, енді оның да несі азаяды ғой, білімі берген сендерге. Уже постоянно барлығы өсу керек, тренер де өсу керек, сіздер де өсу керек, сіздер сөйтіп өсіп, жақсы результат болады. Ал бізде ана ең бірінші Ару Астана болды ғой, сіз Фарида болған. Постоянно 3-0 қызық емес та. Мысалы, Алтай мен Ару Астананың ойын қарайсың, уже түсінікті, Алтайдың екіншісі құрамы шығады, 25-13, 25-12 бітті, болды. Сөйтіп, Ару Астана соңғы орын алып, келесі маусымда, бірақ тура сол құраммен қайтадан шығады деген секілді болады. Биыл ондай болмай ма? Болмайды деген үміттеміз, себебі состав жаңа, бүкіл ойыншылар жаңа, ойыншылар уже бізде опытный ойыншылар да, бұрынғы бірінші сезондағы Ару Астанадай жас қыздар емес. Ол кезде бізде шын керек 18-16 жасар қыздар болды. Қазіргі кезде бізде мөлдірдің өзі қаншама опыты бар, Алтайда ойнап келген, бойы кішкентай болса да, бізге қандай көмектесіз ойындарды көрдіңіз ғой өзіңіз? Керемет ойнады. Финалда керемет ойнады, бойдың қатты маңыздылығы емес екен. Мөлдірге берілді ғой? Мөлдір. Сол себептен ойлаймын, осы сезонда жақсы ойнаймыз деп. Мөлдір. Мен де қосылсам, мен де көмектесем бүкіл күшіммен командаға. Результат көреміз. Серьезный заявлениесі болсын. Басты характер де ғой. Намыс бар, намыспен ойнау керек. Дұрыс. Басты намыс, желание ғой. Результат келеді ғой. Мөлдір, Алтайда ойнадыңыз, керемет. Алтайда енді басқа чувство болды ғой. Бұл жерде фаворит барлығын 3-0 есебімен ұтасыз. Енді Ару Астанаға келдіңіз, ұлттық лигада басқа бір ментор жүзінде қыздарға да көмектесіз ғой, енді опыт жағынан. Бұл жақта қалай ойлайсыз? Биылғы маусымнан не күтуге болады Ару Астанадан? Енді түсінікті ғой, характер, жақсы ойын көрсетеміз, результат көрсетеміз, бірақ енді реалияға келгенде енді бюджет жағынан Ару Астана жаңағы ұлттық лигадағы ең ақшасы аз командалардың бірі. Мен ойымша бізге де конкуренция жасау үшін бір мықты ойыншыларды кіргізу керек. Ол действительно солай, енді көбінесе естисің ғой, басқа команда бір легионер келгенде, енді түрік чемпионатына қараған кезде түрік чемпионаты неге өсті? Өйткені көптеген легионер келді ғой, басқа елдің мықтылары, сөйтіп жергілікті қыздар, түрік қыздары соған қарап өседі. Бұл действительно солай ғой, бір мықты легионер келсе, соған қарап кәдімгідей сенің скиллдары деп айтайықшы, мастерствоң өседі, рас қой да? Әрине рас. Солай ойлаймын менде. Бірақ оған каждый
жете қоймайды. Например, кейдегілердің психологиясы бойынша наоборот отыра бастайды. Болады, сын қалады, мен ойнатпады, мен ойнамадым, болды, мен мынау қыз ойнайды, мен ойнамаймын деген сияқты. Ары қарай уже талпыныс болмайды кейбіреулерде. Ауысып кететіндер. Сосын включка болу керек қой команда. Мысалға волейбол десең, мен бір деңгейге жетем, ойнаймын, түні бойы. Енді біз футболды көреміз ғой, неше түрлі голливудтық фильмдер бар, кәдімгідей қалып, тренировка жасайды, айтып бүйтеді. Сендерде сондай командада бар ма? Әлде келдік, тренировка кеттік, үйге қайттық, өзіміз жұмыс жасадық, келесі тренировка келдік, ойнадық, болды. Сондай жағынан, жастар жағынан. Өйткені қазір көбінесе, мөлдір айтып отыр ғой, жастар тіпті көп жаңағы вниманияны TikTok, Instagram, социальный сети сондайға бөледі да, ал бұрынғы кездердегі қазіргі тренерлерді қарасаң көбісі айғайламайтын тренерлер ғой, жас болғандықтан олар демократичный, сондай сабырлы, саған айғайламайды кім секілді ана. Ертіс секілді кім еді? Любимый ход с тренером ғой. Ондай тренерлер аз қазір. Қазіргі кезде бізден жастар ондай емес. Бізде Мейірбек Мұсабек деген тренер бар. Біздің команда Ару Астана, наверное, жастардың командасы деп айта аламын. Себебі көріп тұрғаныңызда бізде келген ойыншылардың бәрі жастар. И больше біз перспективаға қарап жатырмыз. Қазіргі ойыншыларды өсіру, дамыту деген бағытта жүріп жатыр. Жас қыздар бізде основной составтан бөлек қалып тренировка жасатады негізінде. Оларда тағы да бізден басқа қосалқы тағы да қосымша тренировкалары бар. Солай бізде жастар развивать, Ару Астанада өте көп жас қыздар бар. Атмосфера қалай енді? Көбісі опытный, тәжірибелі жастар. Команда ішіне жалпы араласасыңдар ма? Атмосфера өйткені көптеген командаларда легионерлер бір бөлек, орыс, украин легионерлер бір бөлек, қазақтар бір бөлек деген секілді. Енді біз сіздерде барлығы қазақ қыздар болғаннан кейін атмосфера қандай? Капитан ретінде жауап беріңіз. Сіз енді капитан болғандықтан сондай бір атмосфераға жауаптысыз. Тренер жоқ кезде. Иә, бізде қыздар өте жақсы, осы атмосфера бізде күшті өте. Вот барлығымыз біз жасы кіші болсын, үлкен болсын, бәріміз бірдеге, вот даже жарысқа барғанда да бірге өзім ойнаймыз, уна ойнаймыз, там мафия ойнаймыз, даже бір жерге жиналсақ та бірге жиналамыз. Вообще атмосфера бәрі жақсы. Оның бәрі, мен ойлаймын, біздің үлкен қыздардың, опытный қыздардың несі деп, заслугасы деп. Себебі олардан бәрі соларға қарап өседі, сендер бізге темп задавать етесіңдер. И біздің жастар қалай сезон біткенде бәрі жылап тұрып қоштасты ғой, сендерге рахмет үлкендер деп қимай кәдімгідей. Себебі білмейміз ғой, келесі жылы осы қыздар ойнай ма, қала ма, қалмай ма, қоштасу кезінде бәрі жылады. Рахметін білдірді сендерге. Ақша жағынан задержка жалақы болмай ма? Басқа клубтарда секілді бұдан күлгеніне ойлайсың, бір-екі ай болатын сияқты, шынай айта беріңіз, бұл жерде енді стандарт бойынша ғой, стандарт қой. Например, Алтайда болғанда тоже жаңа жылдан кейін саған стабильно бір-екі ай зарплата берілмейді. Пока тендер өтеді, жылдың басы документация өзгереді, сөйтеді. Мұнда да дәл солай екен. Дәл солай, бірақ жалақы барлығы береді. Айтылғаны бойынша берілді ғой. Бонустар бола ма? Бірінші орын алсаңыздар, былай болсаңыздар, лучший игрок атансаңыздар деген секілді контракттарда бар ма ондай? Біздің командада жоқ ондай бонустар. Бонустар жоқ, тек қана кәдімгідей жалақы. Бонус қалжатын жағдайға жету керек. Қазір құрметті көрермендер, бізде интерактив, енді подкастымыз қызық болсын деп, біз сіздерге бір 9 фотосурет дайындадық. Сол 9 фотосуретте ерлер волейболының өкілдері, волейболшылар, соларды тауып, сол туралы бір қызықты ақпарат болса айтып, Мөлдір сізден бастайық, иә? Мен ешкім білмеймін. Жоқ, сізден бастайық, ортаға тұрсыз. Бірінші фотосуретті көрсетіңіздер, бұл кім және қай ойыншы? Связка бұл. Связка? Кім бұл? Біздің қазақстандық ойыншы. Воеводин деді. Воеводин, иә. Виталий Воеводин. Бұл жерде просто связка ретінде дұрыс прием болмаған шығар. Сондықтан Воеводин сол пасты беріп жатыр. Биыл біздің ұлттық құрама қыздар, ұлдар Кубок вызовада ойнады. Білесіздер, иә? Филиппинада қыздарымыз ойнады. Жалпы қарадыңыздар ма сол ойындарды? Бүкілін қараған жоқпыз, бірақ қарадық. Результаттарын қарап отырдық, себебі сборный бәріміздің атымыздан шығып отқан қыздар ғой. Біздің Қазақстан атынан әрине результаттармен қарайсың, уақытың болғанда ойынды қарауға тырысасың. Сборныйға баруға ұмтыласыңдар ма? Негізі тренер бапкер болды, қарады, мені байқап қалды деген бір ойлар бола ма?
әрине бәрі ішінде тұрады ғой, айтпаса да бүйтіп ұстап барлығында тұрасың болады деп ойлаймын негізі. Иә, бүкіл барып келіп спортсмендер айтпаңыздар, мен күшті барайыншы мен деп. барып бір-екі неде шақырып сборға. Жалпы сборный туралы ойларыңыз, өйткені қазір біздің U20, иә? U20-ның қыздары Қытайда бір нашар деп айтуға болмайды енді. Бірақ көңілге тұрарлық ойнап жатқан жоқ. Өкінішке орай, Фарида біздің жас қыздарымызда да қазір Азияда жоғарғы деңгейге жете алмай жатыр. Қалай ойлайсыңдар? Неге? Не үшін? Неге бізде қазір 16 соңғы жылдар қай жылдар? 15-16 жылдар шығар жақсы ойнағанымыз. Осы аралықта өкінішке орай бізде Азиядан тіпті Вьетнам, Таиланд командалары асып кетті. Фарида, енді сен кезінде де ойнадың ғой енді жастар құрамасында. Иә, жете алмай қалдым ғой сол жастар құрамасында. Келген бетте травма алдым. Травма алып қалдың, иә? Иә, еще Астанада өмірімізде бірінші рет Астанада өткенде сборная Қазақстанды өткізіп алуға тура келді, қаншама хаттар келді. А қазіргі білмеймін, мен ойымша бұрынғыдай тренировкалар өтпей ма, қазір басқаша, егер де былай қарасаңыздар, последний 3-4 жыл өзгеріп кетті. Кезіндегі қалай болушы еді, біздің өзіміз қалай нацлигаға қарап өсетінбіз, даже ол лигада жүрмей жүріп, вышкада U23-да жүрмей жүріп, қалай қызығатынбыз біздің ойыншыларға. Қазіргі кезде ондай жоқ, қазіргі кезде бәрі доступно деп ойлаймын. Өтіп кету оңай айтыңдаршы, егер де сенің бойың болса, все, сені алып кетеді деген сияқты ғой. Иә, қазір андай сита не болып қалды дейсіз ғой, кішкентай үлкен қалай айтады? Үлкендерден кейін былай ғой, ана жастар постепенно келе жатқан жоқ Иә. болған ше. Например, мектептен кейін ауылдан там районный, ладно, районный айтпай ақ қойшы, қалааралық, областнойдан кейін республиканский, солай. Потом уже детская лига, там высшая лига деп келе жатқан жоқ. Например, жаңа бойы ұзын болса, уже параметрлар болса, сразу техникасын қойып береміз. деп нацлигаға, национальный лигаға аласады, и олар несін түсінбейтін шығар. Жаңағы системасын қалай жұмыс істеу керек. Самый сок сол неде жатыр ғой, бұрынғы өзіміздің волейбол детская лигадан бастау керек деп ойлаймын негізі. Өз ойым. Мен де солай ойлаймын, негізінде сол деп ойлаймын жауабы. Себебі қазір бәрі оңай болып кетті. Қарасаңдар, кезінде нацлига деген қандай еді, түсе алмаушы едің ғой. Қандай ойыншы болсаң да, бойың 175-тен кіші болса, даже қарамайтын саған. Қазіргі кезде оңай, кішкене ойнап тұрсың ба, сен боласың дегендей шақырып алады. Сол себептен ойлаймын, бәрі көп тастай салып жатыр жастар, если қарасаңыз. Бір сезон ойнайды, бір сезон ойнамайды. Ол қалай айтсам болады уже. Басқаша отношение да спортқа деген. Махаббатсыз, желаниясыз ойнап жатқан сияқты. Басты енді спортты сүю керек қой, волейбол ойнау үшін, бүкіл өмірін тастап, арнап осыған кезінде андай да не болды ғой, контрактке ойнасаң, ұлттық құрамаға кандидат болсаң, бала таппауың керек, үйленуің керек деген секілді. Қазір ондай жоқ қой, бала табасың да бір жыл ары кетсе 1-2 жыл ойнамайсың да, кетіп қайтып келесің. Декреттен кейін келесің да. Жастар даже контрактсыз ойнағысы келмейді ғой қазір, былай қарасаң. Мен өзім сондай, мен өзім застала сол кезде, если честно. Жай ғана ақшасыз ойнай бересің ғой. Себебі сен жақсы көресің. Минималь зарплата қанша еді? 20 жоқ, 42. МРП-ға байланысты ма? Иә, ол кезде 24 болған. 25 па? 25 мың теңге? 25 мың теңге болды, 25.600 ба есе. Менің кезімде 15 мың теңге, плюс саған еще 15 мың береді питанияға бөлек. Ақша зарплата болып саналады, бірақ питаниян деп 15 мың тағы қолына берді. Сонда 30 мың теңге. Бірінші курс студент 30 мың теңге. Соған қуанып талпынатынсың, кішкене талпыныс болатын. Қазіргі кезде бәрі доступно деп ойлаймын. Сол себептен кішкене төмендеп жатыр ма, нашарлап жатыр ма. Себебі жас қыздармен достарым бар, сөйлесесің. Айтып тұрмын ғой, тастап кету оңай. Жоқ, маған ұнамайды, мен ойнамайтын шығармын деп. Қалай деймін да, қалай сен ойнамайсың? Солай бәрі оңай болып тұр қазір. Оңай келу, оңай кету болып тұр ғой. Иә, ендеше екінші суретті көрейік. Бұл жерде Гүлназ, енді сен жауап берсең. Бұл кім? Нидерланды читать. Иә, дұрыс тұрсың. Нидерланды. Нидерланды, левша, да? Жоқ, правша деп отыр. Соңғы ұлттар лигасында ең көп ес жасаған бұл жігіт. Өте ұзын. Немир Абдель-Азиз деген ойыншы. Нидерланды құрамасының белді ойыншысы. Жалпы легионерлер жайлы
айтатын болсақ, жаңа енді бастап кеттік қой легионерлер. Соңғы жылдары Қазақстанда енді Ресейден, Украинадан, басқа да елдерден көптеген жақсы легионерлер келіп жатыр, жақсы емес легионерлер келіп жатыр. Соңғы 5-6 жылда мысалға мөлдір сен талай күшті легионерлермен ойнадың ғой Алтай командасында. Кімді бөлек айтасың? Мынаның бір волейболға деген көзқарасы бөлек қой. Мен осындай болсам екен ғой, бізде осындай ойыншылар болса ғой. Кімді атап өтесің мықты легионер ретінде? Не обязательно Алтайдан, мүмкін басқа бір команда. Прям ең бірінші ойыма түскен Сара Лоза, білесіз ба? Білемін, Жетісуда болған. Мен сол қыздың прям характерына таңғалатым. Бізбен сөйлескен бүйтіп жұмсақ бүйтіп сөйлеседі, бірақ именно тренировкаға келген кезде, площадкада ойында жүрген кезде прям андай эмоционально бүйтіп қатайып. Басқадан болып шыға келеді ғой. Басқа бір андай прям жұдырықпен бүйтіп алып прям тіресіп ойнайтын. Вот соны ұнайды маған. Тренировка, Сара Лоза. Тренировка тоже бірдеме болмай жатса, тренировкадан қалып, хотя бізде қанша жас ойыншылар ешкім тренировканы қалып жұмыс істемейді. Ол қыз қалатын, пока от тұрғызады, біздің екінші тренер подача береді, бұл отрабатывает, полностью жұмысын істеп бірақ қайтатын. Вот сонысы ұнайды. Қазір Сара Лоза Париж олимпиадасына Сербия командасымен барады. Бізде айтып, сол келесі жыл бізден ойнап оны, келесі жыл уже Сербияның құрамында, прям составта ойнап жүрген соң мен уже мен бірге тұрып бүйтіп бірге жүрген кезде уже ар жақта составта ойнап. Міне көрдіңіздер ғой, волейболға деген махаббат, міне адам жақсы көреді, қалады, бәрін істейді, жұмыстан бөлек талаптарды бәрі орындайды, және міне олимпиадада ойнайды, өзінің ұлттық құрамасында шықпаса да өзін сол 12-лікке тізімге ену бұл өте керемет қой, әрбір волейболшының арманы. Волейболшы ретінде арманыңыз Гүлназ қандай сіздің? Ұлттық лиганы ұту, ұлттық құрамаға шақырту алу, білмеймін. Иә, барлық спортшыда негізі өзінің арманы болады деп ойлаймын. Конечно, ұлттық құраманы ұтқымыз келеді, барымызды саламыз. Енді даже ұтпасақ та енді сол айттым, алтылыққа кірсек те соның өзі бізге дәреже деп ойлаймын. Ұлттық құрамаға әрине шақырту алу, ойнау дейсіз ғой. Шақырту алғым келеді. Енді мен параметрлар, бойларым келе ма, келмейді ма, білмеймін. Енді соның кімде, жапонның қыздарын айтсаңыздаршы. Доказывай же. Лига наций финалдарына ойнап жүр, ұлдары да, қыздары да керемет. Мен кажется, бойда емес мәселе. Мәселе бойда емес, ойдан. Мен де күшті айтып кетейін осылай. Фарида, сен де талай легионермен ойнадың. Кім? Нацлигада аруасына кезінде, сенің кезінде ойбай, талай кім күшті батисталарым болды. Бәрін көрдің қарадым ғой. Енді өтіп тұрып, мына қыз бөлек екен деген. Есімде қалғаны Надя Кадола. Надя Кадола. Даже фотоға Жетісудағы или Алтайдағы? Жетісудағы. Әрине Жетісудағы Надя Кадола есімде қалып қойды. және де тренер Бұрхан. Жанболат Бұрхан ағай. Тоже есімде қалдым. Маған көмектесетін, наставлять ететін. Ол кезде менде жалғыз болдым ғой, примерно ойнап жүргенде, көзге жақсы түсетінмін. Сол кезде бәрі маған көмектесіп, таныспасам да маған наставлениялар береді, ба, советтерін беріп, былай істе, сен былай істе, тренердің өзі солай келіп айтқанда, кәдімгідей жүрегіме жақын алдым, прям есімде қалып қойды сол адамдар. Керемет легионер болды ғой. Ол кездегі Жетісу мен Алтайдың ойбай ойындары деген. Жылап тұрып көреді мен ойынды кәдімгідей. Керемет болды. Енді Фарида, үшінші фотосурет сен қара, мен жауап берсем, кім бұл, қай позиция? Ой, анау таныс қой. Танисыңдар. күлі көрімде тик-токтан. Мынау кім ғой? Вьетнамдағы. Нгуен, Туен деген. Өткенде ұлдардың арасында. Ол емес, бұл қыз. Бірақ, енді білмеймін. Бұл сұрақты мен көтердім ғой, біз жүргіздік қой эфирлерді. Вьетнамға қарсы көріп тұр. Енді білмеймін, мен қыздар мен ұлдарды Таиландта болмасам да ажырата білем. Бұл таза ол ғой деп атой салдық. Көптеген видеолар келді, тіпті бақ өкілдерін қарадық. Бұл жігіттің видеоларын көрдік. Енді білмеймін, қазір қыз деп жатыр. Жалпы қалай қарайсыздар? Қалай біліп қойсыздар? Білмеймін енді, бұл соққыға да байланысты ма екен, жойқын соққы. Өйткені бұл жігіт деп қойшы, бұл волейболшы қыз, біздің Қазақстанға қарсы ойында Аниканың басынан да, Анарқұлованың басынан да, Либияның ойбай басынан да тигізіп, кәдімгідей өте масқара болған. Бұл алдыңғы шепке шықса бітті. Бір 5-6 ұпай кемінде алып береді. Физиологиясы бойынша, техникасы бойынша, білмеймін, көрініп тұр ғой, ұлдар мен қыздар техникасы отличаться етеді негізінде. Анаған қарап, енді мен қыз деп айта алмаймын кезіңізден. Ұлдардың техникасы, білмеймін енді, шыққаны, жүргені бәрі. Түр әлпеті де, техникасы айтпай қойшы, түр әлпеті
ол болып тұр жаңағы қаншама инстаграмда тоже видеолар шықты ғой көрсетіп мынау қыз емес қой дегенде. Сол себептен бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі біздің Қазақстанда мүмкіндік болды жеңуге. И кішкене жетіспей қалды, сол ойыншы айтсам болады, сол ойыншы көмектесіп кетті енді, шешіп кетті результатты. Ал сенің енді блокқа көп шығасың ғой енді. Сол нацлигада ең бір қатты жойқын соққын иесі кім сенің ойынша? Сен кезінде ойнаған? Жаңағы Жетісуда ойнаған. Батиста? Мендоса? Паласио? Паласио, Мендоса. 18 нөмірде бір адаммен жүреді. Қолым бір күн ауырған соққысынан кейін бір рет жауып, я на всю жизнь запомнила. Мөлдір, либера болдың ғой, сен сондай топтарды көп қабылдадың мысалы. Сен кімді атап өтесің? Сол Алтайдың кезінде ме екен тренировкада кімнің соққысы мықты? Біздің кезінде мен бар ғой, бәрін ұмытып қалғансың. Біз Сана екеуміз тіресіп кішкене ойнайтынбыз. Иә, берілмейсің сен Санаға. Иә, ол да сен қалай алып шығасың көріп білмеймін ғой, мен тұрмын бір жерінде. Ол да Сананы кіммен ететінбіз қатты. Ол кезде тағы кім болды бізде Алтайда? Тренировкада. Ойында білмеймін, бүйтіп ұрған кезде. Аудармайсыңдар ғой. Алып шықсан алдын, алмасаң кішкене бүйтіп қиналдың, қайтадан жүргенеді. Бірақ назар аудармайсың қатты кім бар екен. Керек қой. Кеттік онда келесі фотокарточканы көрейік. Мөлдір, өзіне арналап бұл фотокарточка. Біріншісін тапқан жоқсың сен? Біріншісін тапқан жоқ. Бәріміз Мөлдір жауап берсін бұл. Білеміз дейді. Қай ұлттық құрамада? Звезда, енді әлемдік жұлдызы. Жұлдыз ғой, актер ғой. Шоумен. Олимпиада ойындарын жеңіп алған. Франция. Аяқпен ойнайды, былай артпен ойнайды. Айтыңдар, кім ол? Көмектесіңдер. Эрвин Нгапет, Франция ұлттық құрамасының шабуылшысы. Керемет ойыншы ғой. Жалпы енді неге келейікші? Шетел демекші. Шетелге неге шықпайсыздар? Сборға, білмеймін, бұрындары хотя бы сол Қырғызстан, Ташкент, Ресейге барып келеді команда. Қазір ол да жоқ. Елдар, ол біздің қолымызда емес қой. Біз әрине кім барғысы келмейді шетелге сборға, кім ел көргісі келмейді, кім жер көргісі келмейді, ол финанс жағынан. Жоқ, ол жерде мәселе ел жерде емес, мәселе андай ғой. Финанс жағынан. Жоқ, андай. Сол елдерін көру, ойыншылармен алмасу, опыт, олар қалай ойлайды екен. Өйткені енді біздің ұлттық құрамада сол ғой, неге ұтылады? Өткен сен U18, U16, U17, там U20 ешкіммен кездеспейді ғой. Азия чемпионатына барады, алады да бәрін алып қояды. Ал егер жыл сайын кемінде 1-2 сбор болса, енді сіздерде волейбол клубтарда сбор болу керек. Өйткені бұрын енді мен волейболды қарап жатқан кезде, енді 2015 жылдан бастап қарайсың да, мына клуб Турцияға барып келеді, мынандай турнирге ойнап келеді, анау бір исламский бірдеңкеге барып турнир ойнап келеді деген секілді. Ал қазір тіпті ол жалғыз қуаныш ойнап шығып жатқан. Соңғы жылдар ана Ресейге барып келеді, бір тульский губернатор кубоктың бәрін ұтып қайтып келеді да бітті. Қалған командалар сол өздерінің елдерінде, өздерінің стадиондарында. Биыл не жоқ па, ондай план айтқан жоқ па ешкім? Болып еді негізінде болды. Шығамыз деген, Ташкентке бару керек болғанбыз август айында. Бару керек болғанбыз. Ташкентті қарап, ана несі ме? Соның өзі деймін да, қайда жатыр. Турнир өздерінің бір турнирлары болады, солармен. Қандай еді, бір турнирдің аты да бар еді. Орталық Азияның бірдеңкесі бар. Жоқ, сонда жақсы ғой, басқа жерде турнир ойнап келесіңде, сондай ойындарда қарайсың да, біздің мына жер дұрыс емес екен, маусымның алдында осындай өтте болады деген секілді ғой, дайындап. Біздің өйткені сіз составпен қазір двухсторонка ойнасаңыздар, ол енді алдамшы нәрсе, ол жай тонуста жүріп. Ал команданың әл ауқатын сезіну үшін міндетті түрде андай айтайықшы, товарищеский матчтар керек. Бізге, мне кажется, сол неде финалда да сол жетіспей қалды. Потому что бізде вообще чисто өзіміз. Тренировкада ойнамайтынбыз даже. И екінші состав тұрады. Да пола тигізіп мәз болсын. Екі составта еще адам жоқ онда. Бізге просто былай фрибол лақтырады, мы даваем, забиваем. Қызық емес десеңізші. Қызық емес пе? Даже ойнамадыңдар ғой. Просто бізде партия ойнау деген бізге товарищеский матчтар даже болған жоқ ешқандай. Жоқ, сезон басында ойнадық қой, Иртышпен ойнадық па біз? Иртышпен, сезон басында ғой, біз нацикада деп ойлап жүрген кезімізде ғой еще. Нацикада деп ойлағанда. Сондай моменттер керек қой енді әрине. Сондай моменттерді жаңағы клуб басшылығы, клубтың жаңағы бапкерлік құрамы соның бәрін ұйымдастыру керек. Кеттік, Гүлнәс, Эрвин Нгапетті сен таптың, Мөлдірге көмектесің. Енді сенің кезеңің, саған кім көмектеседі? Өзің жауап бересің бе? Келесі фото сурет. Кім ғой? Мөлдір. Сіздікі емес. Гүлнәс. Қолында доғы бар.
доп бар. несіне түріне қараңыз. Айта берейік па? Мен танымаймын. Мен танимын, атын білмей тұрмын. Российский волейболист ғой. Мусерский емес, аты қалай еді? Матвеев, жоқ. Соған келеді. Соған келеді. Олимпиада чемпионы. Иә. Дмитрий ме аты? Жоқ. Сол Мусерский да айтып тұрсың. Жоқ. Максим Мищенко десем жоқ. Қабылдаймын. Максим Михайлов. Максим Михайлов. Иә, бұл да өте керемет. Ресейдің енді керемет несі ғой енді, волейболшысы. Жалпы енді сол ұлдар лигасы қарамайсыңдар ма сіз сонда? Нацлига, вышка, кім қалай не істеп жатыр? Вообще параллель болмай ма? Ұлдар ма? Иә. Параллель қарайтын секілді негізі. Жоқ, мен қарамайтын, Павлодарда болған себептен бізде команда болды ғой, жақсы команда болған. Сол кезде әрине өз Павлодардың командасына болеть ететінбіз, ойындарға келіп, себебі Павлодарда ойындар көп болады, Баянтау спорт кешені бар, өте керемет спорт кешені. Сол жерде ойындар қарайтын, сол кезде бірінші рет таныстым, шынымды айтайын, еркектер волейболмен. Қыздарға енді понятно, қызықты емес ұлдар волейболы, өйткені олардың тұрмыс құрған, балалары бар, де все хорошо. Фарида, саған кім жазады? Біреу жазамын вообще ұлдар волейбол, потому что енді қараңызшы, мен кеше бір ойлап тұрдым да, неге бізде волейболда негізі қарап отырсаң, волейболдың адамдары бір-бірімен отау құрып жатады, кездесіп жатады. Неге деп сұрақ қойсам, сосын біреу айтады, сен волейбол ойнайтын қыздарды көрдің бе дейді. Неге десе, бойлары ұзын, оларға обычный пацан, обычный жігіттерді таныса ма? Анау 180 как минимум да, 175 там бойлары. Енді біздің қазақтың ұлдары, мелкий ұлдар да бар ғой, енді не в обиду, конечно. Сондықтан олар таныса алмайды, сондықтан олар баяғы волейболдың ішінен арасынан бір-бірін тауып жүреді. Бір күлдім да, бір жағынан дұрыс екен ғой деп, енді Фарида, саған қандай моменттер болды ма өз өміріңде? Айта бер, болған жоқ па? Лично сұрақ деп ойлаймын. Жауап бергім келіп тұрған жоқ. Бірақ болған секілді ғой. Әрине болады. Иә дейсіз. Иә, жазған. Бірақ мен өзім қатты қызықпаймын, иә. Привет, как все хорошо дейсің де болды, сұрақ қоймайсың. Я играю в Астане, я играю в Павлодаре дейсің, қай жерде ойнап жатырсың и все. Павлодардан жаздың ба деп па, жоқ білдік әне, Павлодардан жазған екен деп па. Типа қай сезонда қай жерде ойнап жатырмын деген сияқты ғой. Түсіндім. Жалпы енді отбасы мәселесіне келдік қой. Бұл енді мысалға Фарида қазір в планах, как понимаю, отау құру нету, да? Чисто волейбол, жұмыс бұл жағынан. Дұрыс қой, бірақ енді қыздар сіздерге, сіздердің карьераңызға мысалға қанша 2 жыл бала тапқаннан кейін ойнамайсың да, примерно? Иә. Әсер ете ме ол? Қайтып келу, қайтадан форма жинау, бұрынғы формаға келу деген секілді моменттер. Все равно енді бала бір жасқа толмағаннан кейін сіздер көп шыға алмайсыздар деген, алаңдайсыздар ғой, немесе өздеріңізбен бірге ойынға алып барасыздар деген секілді. Сол моментпен қиын емес пе? Қиын бәрібір. Бірақ сыртынан қалай елдер көрген кезде, сен декреттен шығып ойнай кеттің ба, қалай жылдам, қалай тез, қалай оңай, қалай сен көп күшті дейді, бірақ түпкісіне келген кезде қиын, өте қиын. Когда сен даже мына жаққа келген кезде мен жалғыз келдім, қызым екеуміз ғана келдік. Күйеуім жұмысында, өз жұмысында, біз екеуміз мына жаққа келген соң жана қалай, еще үлкен қала. Түкті білмейсің, мына жақта не істерін білмейсің. Тренировкаға барасың, келесің, баламен жүресің. Баламен бірге барасың. Баламен жүрдім мен. Онша қарайсың ана жақта. Ол жақта қарайсың, сен бүйтіп 2 круг жүгіріп келесің да, ана қыз дейді қасына барасың. Қасына барып кішкене ойнатып, айтып ойыншықтарын бересің, сосын тағы тренировка жасайсың. Қыздар бар көмектесетін. Маған сол ұнады, что сен қанша қиналатсаң да, кішкене ар жақта бөлек жұмыс істеп жатсаң да, қасына келіп, мына алдап кішкене ары қарай алып кететіндер де болды. Сондай жағдай жақсы болды. А так, өте қиын. Сен үйге барасың баламен, жұмыста баламен жүресің, ұйықтайсың баламен, тұрасың баламен, қайтадан жұмысқа баламен барсың. Енді садикқа бергенше дейін да өте қиын. Жарысқа да болады. Жарысқа да барасың, пойызда да. Жүзді вокзалда отырасың, анда терминалдарда тұрады бәрі. Бәрі жерде жүресің. Артынан жүгіріп жүресің. Тамақ ішуге ол дұрыс алмайсың, потому что қасында отырып ішсең ол тез ішіп алады, өзінің жұмыс істейді, кетіп қалады, сен так атса жемейсің, ал дейсің, артынан жүгіресің қайтадан барып. Қиын, оңай емес, қиын. Бірақ сыртынан қарағанда күшті көрінеді бәрінде. Сен баламен жүрсің, қалай күшті, сен ойнап жүрсің деген. Сыртынан қарасаң бәріне оңай, да. Өте қиын, о жағынан. Мөлдірге психологический плане өте қиын болды, ойындарда ауыр қалғанда, не дай болып қалған кезде. Біз даже баламен бардық қой, вот, например, екеуміз как раз біреу жылап қалады, біз уже замена жүгіреміз. Сондай моменттерде, даже сондай моменттер болды. Ана жерде, например, няня бізге нанимают, няня қарап отырады ғой. Клуб өзі береді. Олар жаңа енді сол коридорда, либо
кабинетте отырады ғой, соның дауысын естисің, жылап жатады. Бір жарысқа барғанда, например, тоже менде болды, что температурил, балам мен өзіммен бірге тастаймын, тоже кішкентай ұлымда. Температурил, сол кезде де ойнап жатасың, и можно замену дейсің да жүгіресің сол жаққа қарай. Еще тем более мен бір рет помню, еще капитан болған, мынау қайда жүгіріп кетті деп бүкіл судейский нелер не істеп, тоже қиын негізі, өте қиын. Кеттік, Фарида, сенің кезегін, сенің мүмкіндігін екінші фотокарточка кім түседі екен, қарайық. Ой, я знаю. Андерсон, связка. Связка, бірақ Андерсон нападающий. Мен почему сендердікін білемін десей? Жоқ, связка ғой, мынау Россияда ойнап жатыр қазір. Иә. Ұқсайды фамилиясы. Андерсон бірінші номер нападающий. Сэм деген бар аяғында. Иә, андасың. Керемет қой, бұл әлемдегі ең бір үздік связкалардың бірі. Подсказка сала ма, көмектесер ма? Кристенсен. Майка Кристенсен. Америка құрама штаттарының және, по-моему, Зенит Санкт-Петербургтың несі. Менің күйеуім кумирім. Да? У меня тоже муж играет. Ойнайды волейбол, связкалы. Соның кумирі бұл. Жаңа айтып кеттіңдер ғой, связка бұл 50% командада. Бірақ бізде Қазақстанда өкінішке орай соңғы жылдары проблемный позиция ол связка. Өйткені қазір енді Кубок вызоваға да кім Ирина Кузнецова барды, Найля Нигматуллина, Кузнецова декретте болғанда Нигматуллина мен Қожамбердина. Қазір енді көптеген жас связкалар шығып жатыр. Мөлдір, қалай ойлайсың, енді связка команданың жартысы бұл неге бізде именно осы позицияда Қазақстанда проблема? Біз связкаға өз келмей ме біздің қыздар, білмеймін. Әлде қиын ба связка болу, психологиялық тұрғыдан көбісі емес связка болмай қойыншы, темп бола салайын, нападающий бола салайын дейме. Қалай ойлайсың, неге бізде именно связкада проблема? Жалпы бізде емес, қазір әлемді бәрінде көптеген. Менің ойымша, мүмкін өз ойым, тренердан мүмкін зависит, потому что тренер қалай, сен, например, либера болсам, мен, например, связкаға барып түсіндіре алмаймын, сен бүйтіп беру керексің передачаны, сен бүйтіп тактика бойынша бүйту керексің деген. Мен ойымша тренердің өзі дұрыс жеткізе білу керек, связканы дайындай білу керек, оған дұрыс жаттығу көрсетіп, тактиканы үйретіп, қай жерде қандай процент, например, статистика бар ойын өткізген кезде, команданы разбор жасаған кезде сен қарайсың, мына жақ минус, сен сол жаққа қарай бер, сол жақтан пас берсең, сол жақтан өтетін. Мен ойымша тренердің өзі дайындай білу керек сол связканы. Прям жаттығу, көп күш беріп, сонымен қалдырып, қалып, тренировкадан қалдым, алдында ма, артында ма, кеп, сен мына жерден қара, мына жерде бүйт. Мен тренердің өзі соған ұмтылу керек сияқты, чтобы связканы, жақсы бір связканы өсіру үшін. Өз ойым сол бұлар. Фарида, сенің мансабыңдағы ең керемет связка. Кімнің пастары саған прям, мынау күшті, мен көзі жамып тұрып, бұл докторам, бұл мен түсінеді. Өйткені связкамен де нападающий несі болу керек қой? Қалай да химиясы. Сен біліп тұру керексің, мынау маған қазір береді, мен ұрам, керемет деңіз. Ертісте, не знаю, жалпы либо сен мына связкамен, мысалы үшін Ботагөз Есіпханмен бір команда ойнағым келеді деген бір арман шығар. Қалай? Мен ойнағым келу еді Александр Чаровичпен. Білмеймін, маған сол связка өте қатты ұнайды. Бойы кішкентай болса да андай дәрежеде ойнау. Блокқа да шығып үлгереді. Блокты да жабады. Ол өлем характермен қаншама не жатыр артында. Еңбек жатыр, иә. Менің карьерамда Анастасия Иванчук қазір Россияда ойнап жатыр. Білесіздер ма? Маған ыңғайлы болатын Иванчук. Даже ол өзі қалатын, тренировканы алдында жасайды, тренировка біткенде тағы жасайды. Сондай ойыншылардан бірдеме шығады ғой, сонында қазір Россияда ойнап жатыр ол қыз, Сахалин деген командасында. Солай. Гүлнәс, сен кімді атап өтесің? Қазақстандық біздің связкалардан. Өзі көп емес қой, қазір көбінесе өзі тенденция ғой, топ клубтар міндетті түрде Ресейден алады да, Ресей деп қойған, шетелден. Ал екінші связкалар біздің қазақтар бар. Мейстер, мысалға, қанша жыл мөлдір сен де ойнадың, отырып қалды, әлі мүмкіндік берген жоқ. Біресе травма, біресе бапкер дұрыс болмай қалады деген секілді. Кімді атап өтесің өзің? Мынау бар жағынбай қалды, немесе мынау күштеді, бірақ ашыла алмай қалды, немесе мынау ашыла алмай қалған. Вообще қалай ойнап жүрген связка деп. Енді жақсы или ашыла алмай қалған? Білмеймін, өзің кім? Бәрібір. Нет, жақсы осы неде маған Анжела Веселинович ұнады негізі. Білмеймін неге екенін вообще. Ал қазақтардан ше? Қазақстандықтардан. Қазақстандықтардан. Вообще сол Мейстер жақсы, Найля жақсы, Динара Қожамбердина тоже атап өтемін. Бұл көз ешкімді не істемеймісің? Ешкімді көзін жеткізбейсің. Мен айта салам деп, маған Ботагөз Есімхан ұнайды. Сол ашылмай қалған сияқты, егер бұл ойнаса. Биыл ашылатын кез өткені Тұранға келді ғой енді. Кезінде помните, сол сендер 6 айда ойнағанын, соның өзінде қандай
көрсеткішке жетті. Алтайда либера болды дейсіз, клуб чемпионат Азия либера болып кетті, есімде әйтеуір марка. Связка болған кезде. Одан кейін сұраймын, мен неге неғып алып кетесің? Связка ол либера болып шықпайды ғой. Менде типа не болған жоқ дейді выбор. Просто барып ел көрсін, жер көрсін, либер ретінде командаға ала салды. Бізде сондай әне. Ойыншылар жетіспейтін сияқты. Айтып тұрмын ғой, қазір жастардың өзі бұзылып кетті. Неге связка қылмайды? Себебі бізде Қазақстанда қалай тренерлар бой ұзынғырсы көрсе, сразу нападающий. Егер де былай қарап тұрсаңыз, связканың бәрі бойы кішкентай ғой. Олар нападающийға келмей қалған қыздар ғой, уже екінші планға қойып тұр да. Хотя должно быть басқаша, наоборот болу керек деп ойлаймын. Бірінші орында связка таңдап аласың, сын болмай қалғандар нападениеға жібересің деген ойдамын мен негізі, честно. Это андай боль секілді детская травма деп па? Детская травма емес менде. Мен нападающиймін ғой. Қандай. Мөлдір, келесі соңғы саған арналған фотокарточка. Қыздар. Жоқ, сенікі, именно сенікі. Менікі. Сен біреуге жауап бердің пока. Мен нольмын ғой. Жоқ, үшіншісі. Ой, бұл аниме деген маған емес. Кім бұл? Аты кім? Аниме, понятно ма? Аниме көріп тұрып аниме екен. Ондайды мен вообще көрмейді. Жоқ, мынаны көрген жоқсың ба? Волейбол деген нені? Сериалды, мультсериал. Фаридс көрдің ба? Көрдім. Гүлденс көрдің ба? Сен білесің. Хайкю, да? Хинато. Хината? Да? Хината, фамилия или Хайкю деген. Йо, ма, сонда бір по-разному айтылады фамилиясы. Керемет, менде не особо осындай аниме дегенде көре бермейміз негізі. Просто именно социальный сеттерде шыға береді. 3 сериясын, 4 сериясын қарадым. Негізі волейболды тастайын деп жүрген, менікі емес, на начальной стадии болды карьеры. Сол волейболшылар көрген жақсы негізі. Андай бір мотивацион, более мотивационный фильмдер ғой. Жалпы не істейсің сен волейболдан бөлек, түсінікті семья, бірақ қалай кино, кітап, клуб, караоке. Соның бәрін істеймін. Все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть? Иә. Бірақ көбісі отбасы да сіздерде. Отбасы, иә. Неге қыздармен де бүйтіп шыққанға біз өзіміз да командамен тимбилдинг болады ғой. Әнді ең күшті кім айтады? Ең күшті көп айтатын Гусек. Ең күшті білмеймін, күшті ба? Әйтеуір тоқтық Гусек бар да, микрофон ұстамаймыз. Не караокеде. Қазақтың әндері ме әлде андай бір? Жоқ, айғайлайтын не хочу перемирие. Сол ма? Перемирие осы, стабильно қалдырмай айтамысың. Фаридас, сенің хоббиің? Мен жаңа заттарды, қалай айтсам, пробовать еткен жақсы көремін. Семинарларға барам әртүрлі, кітап оқимын. Развитиеда, жат қалмауға старайсыз, развитиеда болуға старайсыз, егер де шынымды айта келсем. Всегда бола бермейді. Еріншектік бар, бірақ в основном жақсы жақтарға ұмтылуға тырысамын. Сен жалпы өзінің мансабыңды волейболмен байланыстырасың ба? Әлде где-то 1-2 жылда, мысалға, именно бір салада бір керемет көрсеткіш шықса, сол жаққа кетіп қаласың ба? Әлде жоқ, менде чисто қазір бірінші орында волейбол, 30 жасқа дейін мынандай істеуім керек, ана жаққа кетуім керек, Сана апайым секілді кетемін, ана жақта ойнаймын деген секілді, или жоқ, любой моментте тоже сен отскочить. Адекватно қараймын. Здоровьем болып тұрса, әрине волейболды таңдаушы едім. Себебі травмадан кейін уже до травма шынайын айтайын, тек қана волейбол, өліп жатсам да волейбол ойнаймын деген сондай девизбен жүрдім. Травма кезінде сенде не болған жоқ, контракт әлде болды ма? Травма кезінде болды. Ақшасын беріп жүрді. Командасы, мен операциям төлеп берді, реабилитацияма, мен плей-офф ойындарында травма алғанмын. Предпоследний ойын дейікші. Отпускқа дайындалып мен кетейін деп жатқан едім, болмай қалды. Жоқ, келесі маусымда сен ертісте болдың, иә? Жоқ, мен ойнаған жоқпын. Ол кезде зарплата алған жоқсың? Жоқ, мен ойнаған жоқпын. Болды. Мен восстановление кеттім. Мен 2 рет операция жасаттым. Біреу сәтсіз или қалай? Неге? Біріншісі сәтсіз өтті, себебі дұрыс істелмеген. Қай жерде? Миниски дейді ғой. Қазақстанда? Астанада. Астанада ең лучший врач. Жоқ, комментарий жазып кетеді ол жерге, ол жаққа бармаңдар. Бәрі біледі ол врачтардың, самый лучший врачтарға қаратылуға тырыстым. Бірақ оны кім төледі? Ертіш клуб төлеп берді. Рахмет үлкен. Молодцы, Ертіш. Молодцы, хорошая работа. Кеттік. Гүлназ, сенікі последний, үшіншісі. Көрейік, фотокарточка. Знаменитый. Түрі танысың. Кім енді? Қарасан түсікті ғой өзіме. Жапония ұлттық құрамасының. Капитаны, да? Не знаю. Капитаны, иә, дәл өзі. Звездный круг, қазіргі кезде. Желілерде. Бұлай негізі көрдім, тиктокта. Бүкіл жерде. Атын білмейді екем. Жапония қазір өте керемет ойнап отыр. Маған да, иә. Білесің бе, Фарида сен? Қыздар ма, ұлдар ма? Жоқ, ұлдары да, қыздары да керемет. Қыздар жақсы ойнап жатқан, ұлдар ма? Турцияны ұтып кетті үштегі кесіп. Ана защиталар деген масқара. Қыздарды жақсы қараймын. Ұнайды маған. Танымайсыздар ма? Жоқ, танимыз, бірақ та атын білмейміз. Бәріміз танып тұрып Юки Исикава.
Ишикава деп береді. Ишикава дейді ғой, иә, в основном. Пандемия кезінде не істедіңдер? Нешедік? Иә, болады. Волейболсыз. Волейболсыз үйде тренировка жасадым. Үйде Есімде тренировка бар ма? ма? Далада аулада бүйтіп жүгіріп жүрдім. 4500 алдыңдар ма? Мен алғам. Алдың ба? Мен бір рет алып Еще көрдім, қайтарып бердім мен. Қайтарып бердің? Қорқып кеттің сол кезде? Мен бір емес, Не, мен екі болдым. как раз родила, и декретный алу керек болғам, и сол ақшаны менен сұрады. Ой. Наоборот, сен Берді бердің. не обратно дедіңіз. Да, соны қайтарып бердім. Волейболсыз вообще қызық болды ол кезде. Сезон тоқтатылды. Үшінші тур ма, сондай плей-оффқа жетпей, бітті. Бір жыл практически ешкім ойнаған жоқ. Волейболсыз не істейсіздер мөлдір? Білмес. Тренер болам, судья болам, ойбай, не знаю, либо просто семья болды. Білмеймін, болсам тренер болуға негізі ұмтылап. Сен жақсы тренер шығатын секілді негізі. Шыға ма? Иә. Білмеймін, көреміз енді. Иә, бұйырғаны болады. Бұйырған болады. Бірақ иә, мақсат ретінде бар. Волейбол бітіп болғаннан кейін, бір ойнап, бір шаршағаннан кейін болатын шығар, тренер Тренер болады басталады. шығармыз, сол тренер. Оған оқу керек. Типа курсы бар емес басында да, оқып Иә. жатыр, по-моему. Оқып жатыр, иә. Балалармен жұмыс жасау керек. Иә. Негізі Иә, сол енді ашылып жақсы волейболшылар шығару үшін сол балалар волейболдан бастау керек қой. Әрине. Өздеріңіз волейболды өткен Иә. адамсыз, сол себепті менің ойымша сол волейболды ойнап кеткен, определенный уровеньмен келіп, сол балаларды басында үйретіп кетеді. Сосын уже ол уже дальше сборныймен жібере бересің ғой. Бастысы кішкентай кезде жақсы техниканы қойып беру ғой, болды. Баланың потенциалын ашу, баланы махаббатқа, волейболға деген махаббатын арттыру болды. Детский тренердің ар жаққа уже бересіздер, уже кете береді дальше. Балаларыңызды волейболға бересіз бе, әлде бермейсіз бе? Ойланып қалған. Мам, мен волейбол таңдаймын десе, не дейсіз? Өзім таңдайын десе, иә, бірақ насильно бар сен волейбол ойна деп. Тоже насильно Өйгер, бермеймін. Мен бірақ қызымды уже сұрап жатыр. Да, уже қызығып отыр енді. Иә, 6-да. Ал Астанада нормальный не бар ма? Мейірбек Мұсабекович маған жібер деді ғой. Жақсы. Фарида, сенің мүмкіндігін, сенің соңғы шансың. Негізі қарап отырсақ, бір-бірден таптыңыздар енді каждый. Енді соңғысы тоғызыншысы. Не знаю. Пляжный волейбол, Алматы. Дәл өзі. Кезінде мен пляжный волейбол ойнаған, білесіздер ме? Да? Иә, Қандай мен актрисің? Кім бұл? бірталай Бұл біздің, міне, Каз деп тұр. Иә, білемін, кім еді? Александр емес па? Той, атын білмеймін, но бұл кісі. Дұрыс, Алматы, жағажай Жасадым, волейболы. Бұқтармада сбор болады ғой, сол кезде осылар. Менсінбейтін пляжниктер, да? Жоқ, негізі пляжниктерді менсінесіздер ме? Қалай олар? Неге классик, неге баспай қойшы сұрақ, неге пляжный волейбол ойнап жүреді да, классик өтіп кетеді? Либо наоборот, классик болады да, алады да пляжник өтіп кетеді. Айырмашылық түсінікті ғой. Неге ондай ситуация вообще? И бізде пляжный волейболшылар особо не істемейді. Оларда сезонный емес па? Иә, сезон оларда жоқ кезде бізге келіп ойнамай ма? Классикаға жоқ олай емес па? Бір-екеуі ғана бар сондай. Потом классикада бүйтіп. Мысалға, Татьяна Машкова білесіздер ғой? Керемет ойнады да, Азияда да. Үшінші орын алды да, полностью классика кетіп қалды. Өйткені бұл жақта да ақша да көп, скорее всего. Өйткені ол 365 да циклы. Ал бұл жерде ондай емес. Бірақ, жаңағы жігіт соңғы Азия ойындарында Ханчжоуда өткен, Қытайда былтыр 3-ші орын алып берген, бронза алып берген бізге. Иә, мен білемін, көргем, бірақ атын білмейді екенмін, шынымды айтайын. Аты қандай да? Фамилиясы. Евов. Анау емес. Сергей Богату. Богату. Я Богату, помню. білмеймін қалай айтасыздар. Айтып берші пляжный, неге қалай болып қалды? Неге пляжный? Себебі жазда бізде жарыстар болмайтын. Сезонда ойнап шықты ма бізде жаздың кезінде? Тек қана август айында сборлар басталушы еді ғой. Августқа дейін біз апрельде бастайтынбыз пляжный волейболды ойнап. Сосын жарыстарға көп баратынбыз. Ол кезде бізді үкімет прямой нететін, ақшаны беретін и возможностьтарымыз баратын. Сол кезде біз 2-ші орын алатынбыз стабильно, 1-ші орын алған кезім болды, өз жасым ойнаған кезде жастардың арасында. Так, стабильно 2-ші. Жоқ, неге кетіп қалды? Не болып қалды? Неге ұнамай қалды? Жоқ, ол кезде детская лига ғой. Ол, иә? Детская лига ғой. Ар жақта можно же продолжать же. Да. Олимпиада, Олимпиада. Топқа өтіп кете жаздағам. Болмай қалды. Неге екен? Сөрін айтып тұрмын ғой, бұл уже пляжный волейболды 1-ші орынға қойып тұрған жоқпыз ғой, біз уақытымыз болған кезде ғана ойнап тұрдық та, уже содан басталып тұрды. Егер де тек қана пляжный волейбол, ой, сен алып кетем десе, сондай болған, бірақ та болмай қалды. Бірақ ойланып жүріп, соңғы кездері шынымды айтайын, соңғы кезде мен қатты ойланып қалдым. Себебі пляжный волейболда результат өзіңнен ғана шығады. Екі адам ғой, 6 адам жоқ. Өзіңе ғана құлайды бүкіл ответственность, жауапкершілік. Бразилияға барам,
Испанияға барамын деген сияқты, Таиландқа барамын деп па, возможность көбірек қой. Ол жерде скорость ол жерде больше мне болды. Инсайтқа шығарамыз, Фарида Маулен пляжный волейболға аттанды деп. Қыздар, рахмет. Примернен 1 сағат уақытымыз өте шықты. Жақсы әңгіме болды. Көптеген тақырыптарды талқыладық. Бастысы осы маусымда травмасыз өту, бастысы травмасыз өту, жақсы ойнаңыздар, дұрыс айттыңыздар, қазақтың қыздарына мүмкіндік беру керек, қазақтың қыздары характер көрсету керек, және сол характер арқылы басқа да жас волейболшы қыздарға, как сказать, пример бересіздер ғой. Егер біздің қазақстандық жанкүйерлерге айтарыңыз болса, маусым бойынша Астана волейбол клубының, Ару Астана волейбол клубының жанкүйерлеріне бір айтарыңыз болса, міне мархабат, камера буквально 1-2 ауыз сөзден. Фарида, Мөлдір, Гүлнәс. Поддержка күтеміз бәрлеріңізден. Қолдау көрсетіңіздер, біздің командаға басынан бастап біз ұтылдық, бізге поддержка керек деген емес па? Поддержка емес, айтқым келіп тұрған, бізге сеніңіздер. Себебі мен айтайын, Ару Астана командасы алдағы уақытта чемпион болатынына мен айтсам болады, сенімдімін. Күтіңіздер просто, күндердің бірі емес, Алла қаласа скоро болады деген үміттемін. Тек қана сенімдеріңізбен көмектеріңіз керек, поддержка дейді ғой. Бізді қолдаңыздар. Бізді қолдаңыздар. Біз қазақ қыздар алға. Тек қана қазақ қыздар емес, вообще былай қарасаң, қыздар, көп қыздар қазір ойнайтын негізінде. Мне кажется, просто сеніңіздер бізге. Сену керек, сенбейді бізге. Бізге сенбейсіздер деп, жоқ, сеніңіздер. Құрметті волейбол сүйер қауым, міндетті түрде сеніңіздер. Ару Астана биыл шайқайын деп тұр. Ал біздің осы выпуск шайқау үшін сіздер міндетті түрде біздің каналға жазылыңыздар, пікір қалдыңыздар, лайк басыңыздар, Telegram, Instagram, TikTok барлығы бар. Не қаласаңыздар, қай площадкада отырсаңыздар, біздің Қазақстанның волейболын бірге дамытайық. Ату футбол, теннис, дамытайық шынында да. Волейбол. Вот осыны көру керек. Рахмет, қыздар. Рахмет. Пока.